Ал қадірменді ағайын, сіздермен осы Ғашия сүресінің 17-26 аяттарының талдауына тоқталып өтейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Афала янзуруна илал ибили кайфа хулиқат. Мына жерде афала деген кезде лам мен алифтің қосындысы, бұл жерде мәд, иә. Афала янзурун деген кезде мына жерде мінекей ихфа бар, иә. Сукунды нуннан кейін ва әрпі келіп тұр. Яғни янзурун нун әрпін ыңға қаратай апарып жасырамыз. Илал ибили, илал дегеннен кейін хамза келіп тұрғанда ибили, яғни бөліп бастаймыз, иә. Илал ибили кайфа хулиқат. Хулиқат деп та әрпін сукунда аяқталған кезде біз айттық, иә, кішкене бұл енді хамс әріптер деп аталады. Каф пен осы та әрпі сукунды та. Хулиқат деп кішкене, бірақ ауызды ашып қалқала жасамаймыз. Хулиқат, хулиқат, ауыз жабық күйде хулиқат деп кішкене с сияқты, соңында бір с бар сияқты дыбыс естілу керек. Ва иля самаи кайфа руфиат. Бұл жерде де тура солай. Енді мына жерде мәтті мұттасыл кеп тұр, иә, мына жерде. Яғни мәт әрпінен кейін созу себебінен хамза кеп тұр, және екі бір сөзді келгендіктен төртке немесе алтыға созамыз, иә. Бұл жерде біз төртке создық. Ва иля самаи кайфа руфиат. Ва илал джибали кайфа нусибат. Бұл жерде де тағы көңіл бөліңіздер, қалған ережелерден сіздер білесіздер, бұған дейін өттік. Ва илал арди кайфа сутихат. Сутихат, иә, мына жерде та әрпі жуан, но са жіңішке. Сутихат. Фазаккир деген кезде ра жіңішке оқылады, иә, өйткені алдындағы әріп кәсірі. Ра одан кейін сукунды болып тоқталса жіңішке оқылады. Фазаккир иннама анта музаккир. Мына жерде де ра әрпі сукун болып тоқталғандықтан, алдындағы әріп кәсір алып болғандықтан жіңішке тоқталады. Музаккир. Мына жерде мінекей иннама анта деген кезде екі ереже тұр, иә. Мәтті мұнфасыл екіге созамыз. Мәт әрпінен кейін созу себебінен хамза кеп тұр, екеуі екі бөлік сөзді кеп тұр, сол себеп созамыз. Одан кейін анта деген кезде ихфа кеп тұр, иә. Сукунды нуннан кейін ихфа әрпі болған та кеп тұр. Анта музаккир. Ласта алейхим бимусайтир. Мына жерде де та әрпі жуан болғанымен ол кәсіра болып кеп тұр. Ол жуан оқылады, бірақ одан кейінгі ра сукун қылып тоқталғандықтан жіңішке болып оқылады, иә. Бимусайтир деп жіңішке тоқтайсыздар. Енді мына жерде мінекей сукунды мимге қатысты ереже. Сукунды мимнен кейін бә әрпі келетін болса, біз айттық, сукунды мим ғунналанып оқылады. Алейхим, яғни мимді толық оқымаймыз. Яғни мына еріннің ортасынан бір жапырақ немесе бір парақ қағаз өтетіндей мимді жасырамыз, иә. Алейхим бимусайтир илля мен тавалла ва кафар. Кафар деген кезде мына ра әрпі сукунды болып, оның алдындағы әріп және оның алдындағы әріп фатхалы болатын болса, ра әрпі онда жуан болады. Мына жерде ра әрпі жуан болып тоқталынады. Ва кафар деп. Енді мына жерде мәт әрпі бар. Біз айттық, вау немесе я әріптерінің үстіне мынандай белгілер келеді. Бұл ән деп әбі оқылатын белгіні білдіреді. Яғни алдындағы әріптің харакатын екіге созамыз. Тавалла ва кафар. Фаюаззибуху Аллаху ал-азабал акбар. Мына жерде де ра жуан оқылады, өйткені алдындағы әріп сукун, оның алдындағы әріп фатхалы, оның алдындағы әріп сукун болып кеп тұр, иә. Акбар. Одан кейін лавзатулла ережесін сіздер естеріңізде. Лавзатулланың алла сөзінің ләм әрпінің жуан жіңішке оқылуы, яғни алдындағы әріп даммалы немесе фатхалы болса жуан оқылады, кәсіралы болса жіңішке оқылады. Мына жерде даммалы болып тұр, сол себеп жуан оқылады. Фаюаззибуху Аллаху ал-азабал акбар. Мына жерде кәф әрпі да, иә, біз білеміз. Та әрпі сияқты хамс әрпіне жатады, сол себепті әк қалқала жасамаймыз. Әкка деп қалқала жасамаймыз. Акбар деп шығу керек.
инна илейна иябахум. Мына жерде де мінекей мәтті мұнфасыл келіп тұр, иә? Яғни екіге созамыз бұны. Сумма инна алейна хисабахум. Мына жерде мәт қылып мәт мінекей, хисабахум. Мим өзі сукун болып аяқталды. Енді мына жерде инна деп байқасаңыздар, мен екі жерде инна деп біраз ұстадым, иә? Екі харакат мөлшеріне ұстасаңыздар болады, яғни инна деп шадданы кішкене мұрынға барып инна алейна хисабахум деп ұстасаңыздар болады. Мінекей Ғашия сүресінің талдауы 17-26 аяттардың талдауы осындай. Қадірменді ағайын, Алла білімдеріңізді арттырсын, үйде жақсылап иншалла қайталаңыздар.